Ассалаумағалейкум, құрметті YouTube көрермендер, сіздермен бірге сол баяғы Айдос. Дәл қазір мен Түркістан қаласындамын. Бүгін біз Ақтөбе қаласынан Алматы қаласына қатынайтын нөмір 33-34 нөмірмен қатынайтын жүрдек пойызына шолу жасайтын боламыз. Шолу жасағанда былай түсіріп көрсететін боламыз. Қазір анау кеп қалды. Келгенге жалғастырайын түсірілімді. Сіздер пікір қалдырып, арнаға тіркеліп, лайк басып ендеше кеттік. Ал міне айтқан пойызымыз да келді. Дәл қазір енді 34 нөмірмен келіп жатыр. Яғни Алматыдан Ақтөбеге 33, ал кері бағытта 34. Жалпы бұл пойыз жолға кеше шықты, яғни Ақтөбе қаласынан 22:00-де жолға шықты. Жалпы жол жүру уақыты Алматыдан Ақтөбеге дейінгі, яғни Ақтөбеден Алматыға дейінгі жалпы бұл пойыздың жол жүру уақыты бір күн 20 сағатты құрайды екен. Нақтырақ айтсақ 44 сағат. Немесе 43 сағат 41 минут жуықтап 44 сағат деп жазып қойыпты. Қараңыздар, вагондар өте көп. Бұл вагондар жайлы қазір бөлек айтатын болам. Ақтөбе, Алматы. Сырттап таза екен, әп-әдемі. Бұлар енді әрқашанда осылай әдемі болып жүреді, байқаймын мен. Ал тоқтап болды. Қанша вагон екен санамадым, ар жағынан аяқ тағы да бар. Кете береді, енді 10-нан көп. 15 деп айтсақ болады. Hello. Кеттік. Енді ресторан вагон бар. Қазір оны бөлек айтамыз. Соңынан бастап көрсетейін. Соңынан бастап пласкарттардан бастап көрсетейін. Ана жақтың бәрі пласкарт, мына жақ купе болсын деп бірдеңе деп бөлініп бар. 23-те басқасы, иә. Бірінші жолға қабылданды. Кеттік. Ең соңына келдік. Мынау 16 екен. 60 деп тұр, міне мес 60 деген пласкарт. Короче, мынау ішін жарық жоқ па немене? Қап-қараңғы тұрған ішін жақындап түсіріп жүрген деген. Қазір бөлек түсіріп аламыз, иә. Мынандай ғой. Пласкарттар мынандай. Сіздерге көрініп тұр ма, көрінбей тұр ма? Анау қазір фотосын тауып қоямын, ыңғайлы болу үшін. Бір мынандай купе болады. Купенің ішінде 6 орын, яғни бірінші қатар, бірінші қабат, одан екінші қабат, 3 қабат. 3 қабат осындай жататын орын. Өкінішке орай жүкті қоятын болсаңыздар, мынау дәлізге немесе ананың ішіне қоя аласыздар. Жоғарыға немесе астыға жүк қою қолайсыз. Ал купе санатындағы вагондар осындай. Кәдімгі стандартты купе. Бір купеде 4 жатын орын бар. Яғни бір купеге 4 адамға билет сатылады. Ортасына келдік. 10 мен 9-шы вагонның ортасында. Мес 48 деп тұр, ішінде 48 адам отыра ма білмеймін енді нақтысын. Мейрамхана вагон бар. Мейрамхана сәл қымбатырақ, енді пойыздың ішіндегі дүкен болып есептелінеді ғой бұл жерде. Пойыздың ішіндегі асхана отын сәл қымбаттау, анда нәзір тұр, маған көрініп тұрған жоқ. Бірақ бағалары әдеттегіден өте қымбат. 9 мен 10-ның ортасында. Ал бізде жалпы Ақтөбе, Алматы Қазақстанда ең маңызды бағыттардың бірі болғандықтан бұл жерде жолаушылар өте көп, байқағандарыңыздай. Енді оның үстіне осы жолдағы, яғни Ақтөбеден Алматы жолындағы Түркістан станциясы ең маңызды станциялардың бірі. Оның үстіне облыс орталығы. Сол себепті бұл жерден өтетін халық міндетті түрде осы жерде сауда жасап өтеді. Вагондарына келсек, вагондары 2007 жылы Қазақстанға келген. Яғни мұнда КНР деген байқадыңыздар ма? КНР, Китайский Народный Республика деген қысқартылмасы. Яғни 2007 жылы Қытайдан келген вагондар. Вагондар неге ауыспайды? Өйткені вагондардың әлі андай қолдану мерзімі аяқталған жоқ. Бұл вагондар әлі біраз уақыт Қазақстан темір жолында жүреді. Тек бұл бағытта ғана емес, дәл осындай вагондар
Маңғыстау Ақтөбе және Маңғыстау Атырау бағыттарында да қатынайды. Білмеймін, мен тағы да ұмытып кетсем, өзіңіз қосасыздар, тағы да бір бағыттарда жүреді осы батыс Қазақстан өңірлерінде. Бағана айтып өткендей, толыққанды жол жүру уақыты 1 күн 20 сағат. Ал егер Түркістан қаласынан жүрсеңіздер, 17 сағатта Алматыда боласыздар. Яғни, түсіндіре кетейін, Түркістаннан Алматыға осы пойызбен барсаңыздар 17 сағатта барасыздар. Ал осы пойызбен Түркістаннан Ақтөбе қаласына барсаңыздар 1 күн 2 сағатта барасыздар. Ой, сіздерге түсінікті болсын. Енді дәл қазір біз Түркістан қаласында тұрғандықтан Түркістан қаласын мен айтып отырмын. Мұнда мен билет бағасын шығарып қойдым. Нақтылап, анықтап қарап алыңыздар. Бұл жерде купе және плацкарт санатындағы билет бағалары көрсетілген. Және де астына жазып қойдым, қай жерден қай жерге дейін екенін. Анықтап қарап алыңыздар. Пойыз жүреді деген хабарды ести сала бірден қараңыздар. Жолаушылар вагонға еніп кетті. Бірде-бір жолаушы қалған жоқ. Енді мұнда келесі пойыздың жолаушылары бар. Қазір осыдан кейін Атырау-Алматы пойызы келеді, 42-ші нөмірлі. Ал біз қазір осы пойызды шығарып салып, өз шығарылымымызды тамамдаймыз. Кеттік. Ең басына барайық. Қараңыздар, өте әдемі. Құрамда жүк сақтау вагоны бар. Және одан кейінгі гүрілдеп тұратын вагон, ол генератор вагон. Генератор вагон осы пойызды толығымен энергия және жылумен қамтамасыз етеді. Сол себептен бұл вагонның жол серіктері қыста көмір жақпайды. Ал жаз бойы бұл вагондарда салқындату, яғни кондиционер істеп тұрады. Ал құрметті көрермендер, пойызымыз жүрді. Мен сіздермен қоштаспаймын. Мен сіздермен келесі пойыз келгенде қайта жүздесетін боламын деп отырып қоясыңыз жаңағыдай. Ал Құдай қаласа ертең кешке қарай бір 5-терге таман, нақты уақытын ұмытып қалдым, енді қазір мұнда шығарып қоятын боламын. Алматы қаласында болады ертең осы пойыз. Ақжол сәт-сапар осы пойызды, осы тепловозды тізгіндеп бара жатқан машинисттер, жолдарыңыз болсын. Еңбектеріңіз ақтала берсін. Жол серіктер сіздерге де, ең бастысы жолаушылар, өз діттеген жерлеріңізге аман-есен жетіңіздер. Қандай әдемі, әке жүрсің қарасыңдар. Дәл камерама жақты ғой. Панарын.